Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің тренировкамызда қонақта Тимур Спатаев ағамыз. Азияның бірнеше дүркін чемпионы қол күресінен. Бұрында бірге шыныққанбыз ағамен. Қазіргі күнде рекордсмен. Өзіңіз туралы таныстыра кетсеңіз аға. Тимур Спатаев Дәулет Пағұлы, қол күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жаңағы Әлижан бауырымыз айтқандай, біраз жыл осы Нұр-Сұлтан қаласында бір залда жаттығуда дайындалдық. Әлі де бірге қарым-қатынастамыз. Енді қазір Әлижан біраз жас. Әлижанның жасында біраз уақытты пайдаланып көбірек залға барып еттік. Енді жұмыс бабымен арасында бізде уақыт кейде болады, кейде болмайды. Сондықтан енді қазіргі таңда 2012 жылдан бері қол күреспен мен заңды түрде айналысып жүрген жоқпын. Қазір мен силовой номер, Қажымұқан, Балуан Шолақ аталарымыздың жасаған трюктерін қайталап көрсетіп жүрмін қазір, өздеріңіз көргендей. Сол Тимур ағамда біз бір-екі маған жаттығуларыңызды көрсетіп, бір-екі трюктарыңызды көрсетіп, біраз үйретіп дегендей. Бірінші разминка жасаулық, содан кейін сіздің. Сізге оңай болады ғой енді. Күнде жасалып жүргеннен кейін. Мен сіздің инстаграмыңызды көріп, біраз қызығушылығымды танытып, біраз техникаларын үйренейін деген мақсатпен сізді шақырып. Енді бұл енді былай айтқанда бір орында или бір күнде, бір жұмада жасай салатын нәрсе емес. Ал елдің бәрі өзіңде білесің, мен спортта 25-26 жылдан уақыт болды. Осының бәрі ақырын былай ептілікпен, күнделікті жаттығумен, ерінбегендіктен келеді. Енді ол әр қазақтың баласының бойында қасиет бар. Әр қазақтың батыр деп челлендж жасап жүрмін ғой. Соғыса қандай? Кеттік. Жақсы бастайық. Ал Әлижан батыр турникті қанша болды жасап жүргеніңе? Бұрын сенде рекордтар болды ғой. Максимальный қанша? 2 жыл бұрын чемпионат мираның алдында 60-қа жуық жасадым. 60-тан асырдым ғой деймін, 61-62 ма. Одан бері көп қызыққан жоқпын, көп жасап алмадым. Бір көру керек енді тағы да жасап. Бұл силаны 42 рет жасағам, біраз уақыттан бері. Қазір рет? Опа. Основны базаларды білесің ғой, қол күреске тұрушы едік кезінде. Мен де көрейін. Негізі Әлижан молодец. Шындыға міне тер төгіп тұрып, еңбектеніп тұрып, кәдімгідей қазақтың бұрынғы батырларының жауырыны жерге тимеген деп айтады ғой. Сол ата-бабаларымыз ізін қуған інілеріміздің бірі мынау Шығыс Қазақстан облысынан жаңылмасам. Өзімде кезінде аскерде сол жақта служит етіп, сол жерде региональный команданы Востокта бірінші орын алып, сол жерден қол күресті бастадық. Ол жерден жаңылмасам біраз қол күрес, Дукеев дегендер болды ғой. Нұржан, 2003-2004 жылдар чемпионатта. Міне, Аллахтың қалауымен осы інілеріміз шығып жатыр. Болашақ алдыда. Негізі қол күреспен айналысқандар ойлайды, қолдарын ғана жаттықтырады деп. Жоқ, бұл жерде егер қол күреспен күрескен кезде бүткіл дене қозғалады. Аяқ, қол бәрі. Оның бәрін өзім білесің, техника столда тұрғаннан кейін. Бірақ жаттығу бәріне бізде. Бізде белді де қатайтамыз, аяқты да қатайтамыз, қолды да қатайтамыз. Основном программалар кейін мен жасап жүрген изометриялық дейді. Кейінен өзім істеп жүрген. Міне, екеуін бір-біріне тарту. Міне,
осындай істеп көр. Тарт. Мыналардың бәрі қадайды. Железный человек Самсон, Александр Зас осылай дайындалған. Міне, мышцалардың бәрі қадаяды. Осы. Жаңағы. Нагрузканы беріп, одан кейін асықпай жіберу керек да аяғын. Да. Былай қолмен ұстайсыңдар. Бір өзіңе тартқан кезде барлық күшті жинайсың бүйтіп. Міне, 5 секунда. Как бұдан мынаны бәрін жинайсың. Жинайсың. Тартып аласың. Содан кейін белге. Белге мысалға көп жігіттер грыжа болып атады, берлер ауырып атады демен. Былтыр енді 2 жасарлық жаңағы бұқа деп айтпай қойын, таналарды, жаңағы тайларды көтеріп жүрген кезде арнайы осындай брусьяларға дайындаламын. Белді бүйтіп саласың да, ар жаққа кір Алижан. Қазір. Бір аяғың алдыға, кішкене мына ыңғайсыз болып тұр ғой. Міне, былай істейсің да, кішкене тартып міне. 1-2-3 көтерілесің. Міне, көтер. Міне, мына системаның бәрі жұмыс істейді. Міне, аяқ міне, қатайтасың. 5, 6 сондай секундтар. Қайтадан кіресің да, қайтадан белі қатайт етесің. Соң қол. Бұл енді өз-өзін үйде мысалға құрал саймандар болмағанда, жаттығу залдарына бармаған кезде Изометрия. Изометриялық тұрғыда осындай қарапайым дайындық міне. Көтер. Бер. Темірді үзем деген ниетпен көтеру керек қой. Барлық күштің бәрі салу керек. Міне, мынаны істейсің міне. Қоя бер, арқама. Мұнда бір 20 килограмм бар ғой деймін. Иә. Тебе дадутся? Ең бастысы осылай фиксация болу керек та. Бұлай. Қолды осылай фиксация ұстау. Бұған енді қол, аяқ. Простите, гадюки, какие. Сос, апар. Апар. Негізі бұны бар ғой Әлижан. Екі аяқты қойып, тізеден бастап дайындалу керек міне. Өлшім міне. Оңға. Содан кейін. Солға. Ортаға. Осылай. Осыдан бастау керек. Тізеден бастап істеймін. Баяғыда мен тізеден істейтін көп қызықпағанда. Негізі. Бұл енді тізеден оңайтасың. Қыздар жасайды бұны. Основном бел. Мен мынаны кәдімгідей 20-30 килограммда арқама груз жасап жаңағы тура жасаймын. Мен ол белдің мықтылығы, аяқтың мықтылығына келтіреді. Мен келесі. Күнделікті мен сияқты жаңағы белді, қолды мынау осындай ағаштармен дайындалып жүрген жоқсың ғой. Мен бұны дайындалып кәдімгідей шегелермен отжимание жасап рекорд қою үшін мен кәдімгідей жылдар дайындалдым. Бірақ маған өте қатты. Қиындыққа туып тұр маған. Жа, көрейік анда. Бұл кішкене экстремаль. Осындай. Сен енді бұл оңай енді қол. Основном бел емес бұған қолдың күші керек. Сенде қолдың күші бар. Ол оңай қатып. Аяғыңды қос. Арасы нормально ма? Ара қашықтығы нормально. Қойдан основном трипстер жұмыс істейді. Түс төмен. Қол. Оңай варианттар. Ондай варианттарды қиындық қызып жүрді. Сіз көресіз баға? Сіз де спортта сияқтысыз ғой. Ау кеттік.
көрдің ба? Бұл енді кішкене қолға істеуге болады. Әлижанға алып келдім. Андағы дайын календар мәтін басташы. Осы дайында, иә. Барлық күшіңді алды, міне. Алдыға ұстады, барлық күшіңмен бүйтіп жүртіп көр. Алып кет. Осылай ұстайды. Иә. Осылай, осылай ұстайсың. Осылай ұстағаннан кейін айландыр. Қиын ба? Көрдіңіз бұл қол күреспен айналысқан жігіттерге бұл қатты қиыншылық тумайды. Ал бұны жыртам деген адамдар мысалға, егер адам алдына мақсат қоятын болса, бұл оңай. Міне. Міне, бір часть бөлінді. Келесі. Негізі 3. Оны 3-ке бөлген енді кішкене қиындау. Ал енді нан тағы да бөлеміз. Қиындауына көшіп атымыз, кішкене қиындауына. Основа фишка. Бұл уже кішкене қатты қиындау. Календарды негізі екіге бөледі. Қиындыққа соқты. Негізі календарды екіге бөледі, а мен 5-ке бөлейін. Бұл уже өте қиындық мына календарда. Енді оны өз үйде көрсем болады арнайы. 5-ке бөлдік. А егер мынанда бөліп соғу болады. Көрдің ба? Жаңа қағаз бұрып жатқан теміріне қолымды кесіп алдым. Ана не ғой? Жаңа календарды бірге бөлген кезде кішкене болды. Енді ондай спорт болғаннан кейін жігіттер бәрі болады. Біз жеңіс те болады, жеңіліс те болады. Бұлай көрейін да лучше, да? Табанның астына бүйтіп көтеріп көріңіз. Жоқ. Сәл ғана. Мынаны қойыңыз. 260 на 12. Да. 12-де 260. Шамалы ғана. Өзің не қылмады? Шамалы ғана ма? Өзімнен не болады? Бұған енді жас келгеннен кейін күшпен қуат керек. Бұған кәдімгідей. Так. қыстан кейін Сен мен телефонымды алғаш, әйерден. Мынаны қазір сындырып көрек, жігіттер, иә? Ана, жаппаңыз. да. Не уже келді. Дадан ары қаратай, уже оңай болады. Осындай біздің батыр бабаларымыз бұдан да мықты болған. Біз сол ата бабаларымыздың жолын қуушымыз. Сондықтан арнайы Әлижан, сізге, аға сізге. Мен естелік бұл енді. Рахмет. Кәдімгідей кезінде біздің Қажымұқан балуан шолақ аталарымыздың сынықтың
өзі белгісі болған сол мықтылығы. Аға, сіз ағамыз нешеде сіз? Ағамыз. Оны ағамызға қазір арнайы бір сый-сияпат жасап берейін. Ағамызға арнап, міне 60-тан асса да осы жерде спортпен шыңдалып, біліммен нұрланып, біздің ата-бабаларымыздың жолын қуып осы жерде ақырын тренировка жасап жүр. Осы аға мына жақында Францияға барған кезде алып келгенмін. Біздің шегелер көп айтады, қытайский шегелер кішкене жұмсақ дейді. Көрсеңіз болады қаттылығын. Осыны ағамызға арнап, арнайы кезінде Қажымқан аталарымыз жасаған сол трюктан сізге жасап, арнайы сый-сияпат бір есеп ит берейін. Байлаған біздің батыр бабаларымыз. Алло, Қажымқан атамыз талай шетелге барған кезде, бұрын кезінде еш нәрсе болған кезде осылай құрметті ағаларымызға, батырларымызға осындай сый-сияпат жасап береді екен. Сондықтан міне сізге естелік, шегедей мықты боп, отбасыңыз аман есен, бірлік береке. Өзіңе денсаулық тілеймін айналайын. Рахмет, сізге естелік. Ағамыздың денсаулығы мықты болсын ағайындар. Қанша бір күш керек болған, Тимур аға рахмет. Енді тағы бір жаттығу, бір спорт залда кезеген шығармыз деп ниеттемін. Осы енді маған мотивация, иншалла. Майылыстырамын, сындырамын деген алдыма мақсат қойдым мен. Иншалла жасайтын шығармын.